Айын кәріспен құда болдық. Бірақ бәрі мен ойлағандай қуанышты болмай тұр. Корея азаматына тұрмысқа шыққан Аружанға өлім тілеп жатқандар да бар екен. Бұл туралы Бикеш Экспресс-ка сайтына берген сұхбатында айтты. Аружанның күйеуі Джой мына елде дүниеге келген. Екеуі клубта танысқан. Үйлену тойы қазақ-корей мәдениетіне сәйкес жөн жоралғымен өткен. Соңғы кезде кәріс жігіттеріне сұраныс артқан ба білмеймін, әйтеуір әлеуметтік желіде Кореяға қоныс аударғысы келетін арулардың саны артыпты. Естеріңізде ме, өткенде араб жігіті қазақ қызын алу үшін 10 миллион теңге қалың мал беріп еді ғой? Қыз жақ басын иіп алғысын айтқаны көпке жақпады ау деймін, әйтеуір әлеуметтік желіде келінді жерден алып жерге салды. Ал мына қыз арабқа тұрмысқа шығамын деп әжесіне пранк жасады. Қанымнан құрсын, әже. Жаным, әжем жүрегіңізден айналдым. Әппақ қой, тура менің тісім сияқты. Құрметті қыздар, біз қазақ жігіттері сіздерді бақытты етеміз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі ғой. Жүректі ауыртып, шетке кете бермеңіздер.